Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан. Менің инстаграмды байқап жүрсеңіздер, қарап жүрсеңіздер, оқып жүрсеңіздер, онда соңғы постымда жазған болатынмын. Мен Game of Thrones, яғни Игры престолов деген сериалды ағылшын тілінде көріп жүрмін, және де соңғы сезонын көріп жатырмын деп. Міне бүгін 7 маусымның бүкіл серияларын көріп бітірдім. Былайша айтқанда, енді ақтық сезоны қалды, оны бірақ енді түсіріп жатыр. Енді осы сәуірде көрсетілімі болады. Сол себепті бар маусымдарының, бар серияларының бәрін көріп шықтым. Бір қуантарлығы, мен оны жай ғана көрген жоқпын, ағылшын тілінде, оригинал тілінде көріп жатырмын, көріп болдым. Оригинал ағылшынша көріп, соны түсіне білу деген өте керемет дүние. Бүгінгі видеом сол туралы болады. Ағылшын тілін қалай үйренуге болады. Өйткені дәл осы сұрақпен маған көптеген оқырмандарым маған жазады. Қалай үйрендіңіз деп. Менің ағылшын деңгейім қазірде өте бір жоғары деңгейде емес, түсіне аламын, бірақ сөйлеу кезінде кішкене менде әлі де проблема бар. Ойымды толықмен жеткізе алмаймын. Практика керек. Ағылшынша сөйлейтін адамдармен көптеп сөйлесу керек. Бірақ енді грамматикасы түсіну жағынан бұрыннан бері оқып келе жатқаннан кейін норма. Менде upper intermediate болды. IELTS-тан 6-да 5, егерде есімнен шығып кетпесе, 6-да 5 немесе 7 сондай көрсеткіш көрсеттім. Сонымен маған өте көп жиі қойылатын сұрақтардың қатарында ағылшын тілін қалай үйренуге болады. Ол да бір өте оңай нәрсе. Ол үшін өзіңіздің қалаңызда бар ағылшын курстарына барасыздар, соған жазыласыздар, сол курста оқисыздар. 5 жыл бұрын мен сіздерге осылай жауап беруші едім. Неге? Өйткені қазірде интернеттің дамуымен, көптеген нәрселердің дамуымен, технологияның дамуымен сізге бір жерге барып, соншама 2-3 сағатыңызды құртып, ағылшын оқудың қажеті жоқ. Және де тағы да бір айта кетерлігі, сонда курстар, олар адамдар өздеріне қайта-қайта келе берсе екен дейді. Бір күнде өте алатын нәрсені олар бір аптаға созады, немесе бір айға да созуы мүмкін. Сол себепті қазірде ең эффективті дүние, ең тиімді дүние ол онлайн курстар. Сіздер білсеңіздер, менің жолдасым Диас Жорабеков, оның өзінің арнасы да бар. Біз алдында бірге видео түсіргенбіз. Өзінің ағылшын тілін үйретуге арналған онлайн марафонын жасап жүр. Егер де қазақ тілді Инстаграм, қазақ тілді интернетті бақылап жүрсеңіздер, онда көп жерден отзывтарда көріп жүрген шығарсыздар. Қазірде, соңғы кезде ең сондай бір тиімді, ең танымал болып жатқан марафондардың бірі. Қазіргі күннің өзіне 3 сондай марафон өтті. Сіздерге қызық болса, қазір осы жерге мен сіздерге адамдардың үйренген видеоларын да қоя аламын. Guys, how are you? My name is Ahmedjan and I'm humble student such as you. Hello, good evening. My name is Atmtay Jomart. Today I want to say about Marathon by Dias Jorabekov. Hello, my name is Aisu. I know you now. And today I tell you why I learning English. What problems have I encountered while learning English? Before a marathon, English seemed to me very difficult. Сонымен Диастың айтуы бойынша кез келген тілді үйренуге ол үшін жазуды білу керек, оқуды білу керек, сөйлеу және де тыңдау. Осы 4 нәрсені білсеңіздер, кез келген тілді сіздер өте жеңіл, тиімді үйрене аласыздар. Тыңғылықты жазып үйрену үшін сіздерге бірінші грамматиканы білу керек болады. Диастың марафонының негізінде осы грамматиканы сіздер өте тез, өте жеңіл үйренесіздер. Және де оған жаңағыдай 2 ай, жарты жыл уақытыңыз кетірмейсіздер, тек қана 21 күн. Осы 21 күннің ішінде сіздерге марафонда ағылшын тілінің ең бір базалық грамматикасын үйренуге сіздерде мүмкіндік болады. Ал одан кейінгі қосылатын сервистер, мен өзім жаңағы Game of Thrones сериалын көрген, Puzzle Movies деген приложение бар, одан кейін Puzzle English деген приложение бар. Ол да жаңағы қарапайым бір тапсырмаларды орындау арқылы саған өте жеңіл ағылшын тілінің грамматикасы жатталады, сөздік жаттауға болады солай. Сол 2 приложениені осы марафон барысында ол да бір ең сондай бір құнды, ең тиімді инструменттердің бірі. Сол 2 приложениені, инструменттерді сіздерге тегін түрде береді. Оны сіздер 21 күн емес, 1 ай бойы көре аласыздар. Диастың ең бірінші үйрететіні ол жаңағыдай мультик
көріп бастайсыздар. Мен жаңағы сериалды көрген кезде мен айта алмаймын, бүкіл сөздерін мен түсініп, барлығында керемет түсіндім деп. Бас кезінде қиын болады, бас кезінде жаңағыдай тоқтатып қойып, 1000 мәрте оқисың, сол сөзді түсінгің келеді, ағылшынша қандай мағына береді деген. Астында орысша аудармасы да тұрады. Одан кейін келе, соңғы сезондарына келгенде мен мүлде оқыған жоқпын, тек қана тыңдап. Айтады ғой, на слух, яғни тыңдап қана түсініп отырдым. Ол тыңдап түсіну деген, ол сіздің сөйлеуіңізді дамытады. Жаңа айтып өткендей, марафонда жаңағы сіздердің грамматикаларыңыз шыңдалады, жаңағы инструменттер арқылы сіздердің тыңдау процесіңіз өте жақсы жүреді, және де тыңдаудан кейін ол сіздерде өте бір табиғи жолмен сөйлеу де пайда болады. Өйткені сіз тыңдап отырып, ол адамнан қандай сөзін қайталасаңыз болады. Және де Puzzle English арқылы көбінесе көптеген өлеңдер бірге айтып, солай өзіңіздің сөйлеу мәнеріңізді қалыптастырасыздар. Егер де ешқандай базаңыз болмаса, мен ең бірінші сіздерге кеңес беретін нәрсем осы марафонға қатысу. Өйткені оның бір жағынан форматы да өте ыңғайлы, онлайн болғаннан кейін сіздер оған күніне бір сағат, 2 сағаттай жұмсап қана, яғни өзіңіздің үйіңізде шай ішіп отырып, үй жұмысын жасау арқылы сіздер солай ағылшынды үйрене аласыздар. Не үшін 21 күн? Өйткені бәріміз де білеміз, бір әдеттің қалыптасуына бізге 21 күн бойы сол әдетті жасап отыру керекпіз дейді. Барлық жерде естіген шығарсыздар оны. Енді осы 21 күн бойы біз өзімізге ағылшын ортасын жасаймыз. Барлық жерде айтылатын нәрсе, ең тиімді, эффективті нәрсе бір тілді үйренуге, ол сол тілдік ортаға түсу. Мысалға, егер сен ағылшын үйренгің келсе, Америкаға бар дейді, французша үйренгің келсе, жаңағыдай Францияға бар деп айтып жатады. Ал енді біз Қазақстанда тұрып, ондай мүмкіндігіміз болмаса, онда сол ортаны біз өзіміз жасаймыз. Өзіміз қолымызбен жасаймыз. Ол үшін біріншіден ағылшынша тілмен өте жақсы сөйлейтін адамдарды тыңдаймыз. Ол жаңағы біздің мультик немесе сериал көру деген сияқты өзімізге қызық болатын. Одан кейін екіншіден жаңағы грамматиканы үйренген сайын сіздер сөздік қорларыңыз көбейеді. Жаңағы қарапайым тапсырмаларды орындау арқылы сіздердің сөздік қорларыңыз көбейеді. Одан кейін әрине сіздер жаза бастайсыздар. Күн сайын үй тапсырмасын орындау арқылы сіздер жазуды да үйренесіздер. Мен өзім әрине мектепте де сол ағылшынды оқыдық. Одан кейін универде оқып жүріп, осы IELTS-қа дайындалып жүрген кезде мен өзімнің деңгейімді көтеру үшін курстарға барғам. Және де сол курстарда енді классикалық түрде қалай, жаңағыдай группа жиналады, 2-3 адам, ол да бір сабақ ретінде. Оның ішінде деңгейлер әртүрлі болуы мүмкін. Сенен кішкене төмендеу білетін адам болса, болды, сен бүкіл сыныптың деңгейі сол адам сияқты болып кетеді. Өйткені мұғалім келеді, ол таза ағылшынша сөйлей алмайды, өйткені қасындағы адам сені түсінбей отыр, ол бастайды. Яғни кейбір жерлерін орысша айтады. Одан кейін жаңағыдай тапсырмаларды әркім әр деңгейде жасайды. Сен бірінші жасап тастасаң, міндетті түрде қалғандарын күтіп отырасың деген сияқты. Ол да бір сабақ, тиімді жұмыс істеуің кішкене төмендеуі мүмкін. Одан кейін сөйлеу жағынан, енді группалық мысалға сабақтар болғаннан кейін міндетті түрде сен қасыңдағы адамға қарайсың, ол қашан бітеді, ол қашан сөйлеп бітеді деген сияқты. Сол себепті ең тиімдісі ол не индивидуалды сабақтар алу, ал ол білуімізше жаңағыдай группалық сабақтарға қарағанда бағасы қымбаттау болуы мүмкін. Немесе жаңағыдай ең тиімдісі, жаңағы айтып отырғаным, ол онлайн марафон немесе онлайн курстарды өту. Міне достар, қазірге мен білетін ең тиімді ағылшын үйрену жолы осы онлайн марафонға қатысу. Және де сіздерге бір жақсы жаңалығым бар. Мен өзі арнамның өзінің оқырмандарыма жақсы бір конкурс жариялағым келіп отыр, байқау. Осы Диас Жорабековтың марафонын, ағылшын тілін үйренуді тегін түрде бір адамға сыйлағымыз келеді. Ол үшін сіздерге жай ғана бірнеше қадамдарды жасауларыңыз керек. Біріншіден осы видеоға лайк басасыздар, және де комментарийге не үшін сіз ағылшын тілін үйренгіңіз келеді, сол нәрсені жазасыздар. Өйткені ағылшынды шынымен де бір мақсаты бар, кәдімгідей оған шын мәнісінде қатты керек болып жүрген адам жеңіп алса деген ойымыз бар. Диастың келесі марафоны, 4-ші марафон,
осы айдың 10-шы жұлдызында болады, яғни сәуірдің 10-ы басталып кетеді. Бүгін бізде сәуірдің 3-і, қорытындыны 9-шы сәуір жасайтын боламыз, яғни сіздерде 6 күн бар. Осы видеоға лайк қоясыздар және де астына комментарий жазасыздар. Сол комментарийдің арасынан біз бір адамға тегін марафон өтуді сыйлаймыз. Жалпы марафонның құны 10 000 теңге. Бұл 21 күн бойы сіздер ағылшынның грамматикасын біліп шығасыздар, негіздерін, және де жаңағы құралдарды тегін түрде қолдана алатын боласыздар. Видеом бүгінгі осында. Егер де сұрақтарыңыз болса, астына комментарийге жазсаңыздар болады. Байқау жайлы ұмытпаңыздар. Егер де тағы да бір қосымша ақпараттар керек болса, маған сұраққа комментарийге жазыңыздар. Сіздермен болған мен, Айжан. Сау болыңыздар. It goes electric wavy when I turn it on.